Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз ерекше бағытта өтетін интеграциялық оқытуда жасанды интеллектке негізделген физикалық ертегілер атты сабағымыздың жаңа тақырыбымен танысамыз. Бүгін біз физика мен Қазақстан тарихын өтетін боламыз. Мақсатымыз тарихи оқиғалар мен көріністерді тек дерек ретінде емес, сол сәтте орын алған физикалық заңдылықтармен байланыстырып, оларды сандық түрде түсіну. Батырлар шайқасындағы жебенің ұшуы, қарсыластың жақындау жылдамдығы, қалқанмен қорғану, желдің түтінді таратуы, мұның бәрі де физикалық ұғымдарға негізделген құбылыстар. Сонымен қатар, осы сабақ арқылы біз жасанды интеллект көмегімен есептерді көрнекі етіп түсінуге тырысамыз. Ендеше әр есепке жеке тоқталып, бірге талдау көрейік. Сіздер сабаққа белсене қатысып, есепті бірге шығарайық. Енді бастайық. Біздің бірінші есебіміз сарбаздың жебе атуы. Бірінші есептің шартына сәйкес, сарбаз жебені 20 метр биіктіктен 45 градус бұрышпен 35 метр секунд бастапқы жылдамдықпен атты. Енді сұрақтар. Бірінші сұрақ: жебе қанша уақыт ұшады? Екінші сұрағымыз: қанша қашықтыққа жетеді? Яғни, біз бүгін жебенің ұшу қашықтығы мен ұшу уақытын анықтаймыз. Ол үшін бізге бірінші өрнек, яғни ұшу уақытын есептеуге арналған формуламен, және де екінші өрнек қанша қашықтыққа жетеді, яғни ұшу қашықтығын есептеу үшін керекті формуланы пайдаланамыз. Енді осы екі формула мәндерін есептің шартында берілген мәндерді қоя отырып, экранда көрсетілген үлгіге сәйкестендіріп, яғни берілгені ХБЖ формула шешу және табу керек мәндерді жаза отырып есептейміз. Ал ендеше есепті бастаңыздар. Есепті шығарды бітті деген ойдамын. Енді есептің жауабын көрейік. Ең бірінші, ұшу уақыты. Ұшу уақыты бізде жуықтап алғанда 5,05 секунд. Ал ұшу қашықтығы 125 метр жуықтап алғанда. Есепті тексеріп көріңіздер. Дұрыс шықты ма? Дұрыс шықса, онда осы есепке қорытынды жасап өтейік. Яғни, жебенің қозғалысы нақты заңдылықтарға бағынады. Сарбаздар тәжірибемен меңгерген бұл қозғалыс кинетика ережелерін түсіндіреді. Бұрыш пен жылдамдықты дұрыс таңдаса, жебе әрі алысқа, әрі дәл жетеді. Бұл есеп бізге кинематика заңдарын нақты өмірде байланыстырып көрсетуге мүмкіндік береді. Осымен бірінші есебіміз аяқталды. Енді екінші есебімізге көшейік. Енді біз екінші есепке көшейік. Екінші есеп бізде жоңғар әскері мен уақыт. Ал ендеше есептің шартына сәйкес, жоңғар әскері 2,5 километр жерден байқалып, 10 минуттан кейін жақындап жетті. Сұрақ: олардың орташа жылдамдығын есептеңіз. Ал ендеше бізде орташа жылдамдықты сұрап тұр. Ол бізде қарапайым қозғалыс формасымен, яғни үшінші өрнекпен шығарылады. Бұл жерде S деп отырғанымыз жүру қашықтығы, 6 деп отырғанымыз жүру уақыты. Енді осы екеуін экранда көрсетілген берілгені ХБЖ формула шешу және табу керек мәндерді өздерінің жұмыс дәптерлеріне жаза отырып есептейміз. Айта кететін жайт, бізде есептің шартында мәндер халықаралық бірліктер жүйесіндегі шамалармен берілмеген. Яғни біз километрді метрге, минутты секундқа айналдыра отырып, кейіннен орташа жылдамдығын есептейміз. Ал ендеше сәттілік, бастаңыздар. Есепті шығарып қойдыңыздар деген үміттемін. Ал ендеше есептің жауабын тексерейік. Есептің жауабы бізде жылдамдығы 4,17 метр бөлінген секунд. Бұл бізде жоңғар әскерінің келген орташа жылдамдығы. Бұл бізге
күнделікті өмірде физика заңдылықтарын нақты түрде қолдануға үйретеді. Ал есептің шартына сәйкес қорытындыға келетін болсақ, жауынгерлік жағдайда қарсылас армияның жылдамдығы дұрыс бағалау өте маңызды. Физика есеп арқылы нақты жылдамдықты анықтауға болады. Бұл стратегия артықшылықты береді. Ал ендеше бұл есеп бізде аяқталды. Енді үшінші есепке көшейік. Үшінші есеп бізде қалқан және тастың соқтығысуы. Енді үшінші есептің шартын оқиық. 3 килограмм массасы бар тас сарбазға 8 метр секунд жылдамдықпен ұшты. Қалқан оны 0,4 секундта тоқтатты. Енді сұрақ: қалқан қандай орташа күшпен әсер етті? Бұл жерде бізде орташа күшті сұрап тұр. Бұл есеп импульс пен күш тақырыбын қамтиды. Енді бізге бірінші импульстың формуласы, яғни төртінші өрнек, және де күш импульсының формуласы 5-ші өрнек керек. Енді біз оң жақтары тең болса, онда сол жақтары да бір-біріне тең дегенді ұстана отырып, 6-ші өрнек, яғни орташа күшті есептеу өрнегі. Осы өрнек арқылы біз экранда көрсетілген нормаға сәйкес берілгені ХБЖ формула шешуі табу керек мәндері деп, есептің шартында берілген мәндерді пайдалана отырып, артын 6-ші өрнекке сан мәндерін қойып есептеп, орташа күшті табамыз. Ал ендеше бастаңыздар. Есепті шығарып қойдыңыздар деген үміттемін. Ал ендеше есептің жауабын бірге тексерейік. Есептің жауабы бізде күшіміз 60 ньютон. Яғни қалқанға кеткен орташа, әсер еткен орташа күш бізде 60 ньютонға тең. Және осы есепті қорытындылай кететін болсақ, батырдың қалқаны қарсыластың соқтығысуын сіңіреді. Бұл тек батырлық емес, физикалық нақты көрініс. Соққыны сіңіру үшін қалқан белгілі бір күшке төтеп беру керек. Бұл күш біз нақты есептеп бағалай аламыз. Яғни бұл бізде 60 ньютон шықты. Осымен біздің үшінші есебіміз де бітті. Ал енді келесі төртінші есепке өтейік. Төртінші есеп бізде жел бағыты мен түтіннің таралуы. Яғни есептің шартына мән беретін болсақ, желдің жылдамдығы 3 метр секунд. Шайқасқа дейін 5 минут уақыт бар. Сұрақ: түтін қанша уақытта таралады? Бұл есеп бір қалыпты қозғалыс тақырыбына жатады. Ал ендеше бұл есепті шешу үшін бізге 7-ші өрнек, яғни екінші есепті шығарған өрнегіміз керек болады. Бірақ біз ол жерде жылдамдықты анықтадық. Енді біз қашықтықты анықтаймыз. Бұл өте оңай деп ойлаймын сіздер үшін. Енді осыны экранда көрсетілген нормаға сәйкес, яғни берілгені ХБЖ формула шешуі табу керек мәндерді жаза отырып, есептің шартына сәйкес біз түтіннің қанша уақытта, қанша қашықтыққа тарайтынын есептейміз. Айта кететін жайт, минутты секундқа айналдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаңыздар. Есепті шығарып қойдыңыздар деген үміттемін. Ал ендеше есептің жауабын бірге тексерейік. Есептің жауабы бізде 900 метр. Яғни бізде 5 минут дегеніміз 300 секундта біздің түтініміз 900 метр қашықтыққа таралады. Ал ендеше осы есепке қорытынды айта кетейік. Шайқас алдында түтіннің жау бағытына таралуы алдын ала есептелген шешім. Бұл табиғи құбылысты, яғни желдің қозғалысын түсіну және пайдалану әскери тактиканың белгілі бір бөлігі болған.
бұл физиканың табиғатпен байланысын көрсететін айқын көрініс. Яғни физика тек қана есеп, формула, теория ғана емес, күнделікті өзіміздің қолданып жүрген заттарымызбен, күнделікті өзіміздің өмірде кездесіп жүрген құбылыстардың бәрі физикамен тікелей байланысты. Сол үшін айналамызға мән бере өтейік. Ал ендеше бүгінгі физика мен тарих атты тақырыбымыздың соңғы шешуші 5-ші есебін бастайық. 5-ші есеп бізде жебенің кинетикалық энергиясы. Көріп отырғандарыңыздай, батыр бізде садақ атайын деп тұр, яғни жебені тартып тұр. Сол кездегі біз кинетикалық энергияны есептейміз. Енді есептің шартына мән берейік. Есептің шарты: жебе массасы 0,115 кг, жылдамдығы 28 метр секунд. Сұрақ: жебенің кинетикалық энергиясын анықтаңыздар. Бұл бізде қарапайым кинетикалық энергияның формуласымен, яғни 8-ші өрнекпен кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Бұл жерде m дегеніміз жебенің массасы, v дегеніміз жебенің жылдамдығы. Ал ендеше экранда көрсетілген мәндер нормаға сәйкес берілгені ХБЖ формула шешуі табу керек. Мәндерін жаза отырып, есептің шартында берілген мәндерді 8-ші өрнекке қойып, кинетикалық энергияны анықтаңыздар. Есепті шығарып болдыңыздар деп үміттемін. Ал ендеше есептің жауабын бірге көрейік. Есептің жауабы бізде 58,8 джоуль. Яғни жебенің кинетикалық энергиясы 58,8 джоульға тең. Ал ендеше осы есебімізде қорытындылап өтейік. Сарбаздың атқан жебесі жай ғана ұшқан ағаш емес. Оның артында жылдамдық пен масса арқылы анықталатын нақты энергия бар. Бұл энергия қарсыласқа әсер етеді, яғни бұл физикалық шамалардың нақты әскери мәні. Ал ендеше бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Сонымен балалар, бүгін біз тарихтың батырлық сәттерін тек оқиға ретінде емес, физикалық тұрғыдан да талдап шықтық. Жебенің ұшуынан бастап, қалқанның күші мен түтін бағытына дейін барлығы физика заңдарына бағынады. Тарих өткеннің ізі, физика сол іздің ғылыми бейнесі. Енді ойланып көріңдерші, келесі тарихи көрініс қандай физикалық заңмен түсіндіруге болады екен? Назарларыңызға рахмет.